Балалар, бүгін сендермен тәуелсіздік мерекесі қарсаңында елім азат болсын деп жанын берген тұлғаларға арнап салынған ескерткішке келдік. Бұл ескерткіш қиын заманда, ашаршылық кезеңінде жапа шеккен жазықсыз жандарға арнап салынды. Жапа шеккендер қарапайым халық, сәбилер және ақын жазушыларымыз да болды. Тәуелсіздігімізді алмай тұрып, ата-бабаларымыз қаншама қиындықтарды бастан кешірді. Олардың көрген қиындықтарын сөзбен жеткізу мүмкін емес. Біз осы ата-бабаларымызды жылда еске алуымыз керек. Өйткені бүгінгі таңдағы қазақ жұртының басындағы тыныштық пен жарқын болашағымыз осы ата-бабаларымыздың елім деп жанын бергенінің арқасы деп білемін. Осыдан 33 жыл бұрын 16 желтоқсан күні еліміз егемендік алып, тәуелсіздіктің көк туы желбіреді. Ата-бабаларымыздың аңсап күткен тәуелсіздік күні құтты болсын. Tasım çadır boylamadı şehir dolu sürükleri ruh. Tasım çadır boylamadı sinir senin yüreğinde ruh. Şans eylesin bende batı. İnsanlar şappa tipli kucuk külde. Aslan canın yiyesin ay saraydın olmaz bitti. İnsanlar kappa tipli aldan bitti. Kızdı ciddi cinnalanı kadırlı ve babaların bası bitti. Canımla gelişin, canımla gelişin. İleride karşı olsa canlı verir sevişin. Canımla gelişin, canımla gelişin.